Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Егер бірінші рет көріп тұрған болсаңыз, міндетті түрде жазылып қоюға кеңес беремін. Бүгінгі рецептте өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығатын тәтті нан жасаймын. Ең алдымен ашытқы жасаймыз. Ол үшін жылы сүтке дрожж қосып, бетін жауып 5-10 минутқа тынықтырып қоямыз. Әрі қарай құрғақ құрамды, яғни тұз, шекер, ұнды қосып араластырамыз. Одан әрі жұмыртқа, жаңағы ашытқыны қосамыз және жылы сүт қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, 2 сағатқа жылы жерге көтерілуге жібереміз. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп, ұнға аунатып, дөңгелек формаға келтіреміз. Әрі қарай бетін жауып, тағы 45 минутқа демалдырып қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін сопақ шағып жаямыз және оның бір жағын тіліктерге кесіп шығамыз. Енді қойытылған сүтті салып, қамырымызды ораймыз. Тәтті нанды формаға саламыз, әрі қарай тағы да 15 минутқа демалдырып қоямыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, 120 градуста 25 минутта пеште пісіріп аламыз. Міне тәтті нанымыз да дайын болды.